Сәлеметсіздер құрметті оқушылар. Қазақстан тарих пәні сабағымыздың бүгінгі тақырыбы ғұн тайпаларын бірігуі. Сабақтың зерттеу сұрағы неге Мөде Шаньюй жер мемлекетті негіздеді. Сабақтың оқыту мақсаты ежелгі мемлекеттік бірлестіктің құрылуын түсіндіру болып табылады. Қытай деректерінде ғұн атауы біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдың аяғында пайда болған. Ғұн сөзі Гунрун, Хунью атауларымен берілген. Сонымен қатар Қытай жылнамасында біздің заманымыздан бұрынғы 4 және 3 ғасырларда ғұн тайпасы бірлестігінің өмір сүрген туралы жазылған. Аумағы Қытайдың солтүстігінде Байкалдан Ордосқа дейін аралықты құраған. Олар көрші халықтарды басу алумен қатар Қытай жеріне де шабуыл жасап отырған. Ежелгі Қытай жылнамаларына тағы да тоқталар болсақ, бұл шекараға жақын маңайдағы тұратын тайпаларды түрік-моңғол тайпалары деп атаған екен. Түркі-моңғол тайпалары тарихқа мал өсіруші тайпалар бірлестігі ғұн атауымен белгілі болды. Бет пішіні жөнінен ғұндар моңғол нәсілді және түркі тілінің ежелгі диалектісінде сөйлеген. Ғұн тайпаларын бір мемлекетке бірігіп, саяси күшейген кезеңі біздің заманымыздан 2 ғасыр мен 1 ғасыр аралығындағы құдіретті Мөде Шаньюй билік жүргізген кезеңмен белгілі. Мөде басқарған ғұн державасының пайда болған туралы Қытай деректерінде де айтылған. Шығыстанушы ғалым Лев Николаевич Гумилев бұл оқиға біздің заманымыз бұрын 209 жыл болған деп көрсетеді. Көрші Дунху елшілері ғұндарға келіп, алғашқыда Мөденің ең жақсы атын беруді талап етеді. Мөде сүйікті атын беруді бұйырады. Елшілер екінші рет келіп, Мөденің сұлу әйелін беруді талап етеді. Мөде әйелін беріп жібереді. Елшілер үшінші рет келіп, шекаралық біраз жерді беру талабын қояды. Бұл жер мал жаюға қолайсыз, бос жатқан жер болатын. Мөде ашуланып, жер дегеніміз мемлекеттің негізі, оны қалай береміз деп Дунхуға шабуылдайды. Оларды алғандап өз аймағына қосып алады. Ал енді Мөде Шаньюйдің биліктегі жетістіктеріне тоқтала барсақ, Мөде өзі билік құрған тұста бір орталыққа бағынған мемлекет құра білді. Сонымен қатар көршілес Дунху, Динлин, Хакас тайпаларын жаулап алу арқылы ел шекарасын кеңейтті. Сонымен қатар біздің заманымыздан бұрынғы 202 жылы Қытай әскерін жеңіп, өзара бейбіт келісім негізінде қытайлықтар ғұндарға салық төлеуге мәжбүр болды. Міне осындай үлкен жетістіктердің арқасында Мөде Шаньюй аспан ұлы деген атақ алып, шексіз билікке ие болды. Ғұндардың мемлекеттік билік құрылымына келіп тоқталар болсақ, мемлекет басшысын Шаньюй Тәңірқұт деп атаған. Тәңірқұт билігіне атқару билік, заң шығару билік және сот билігі жатқан. Мемлекет 24 әкімшілік аумақтан тұрды. Мемлекетті басқаратын 4 ақсүйек ру бірлестіктері болды. Мемлекеттік басқару билігін Шаньюйдің отбасы мен осы 4 рудың мүшелері иеленген екен. Шаньюйден кейінгі басты тұлғалар түмен басылар болды. Шаньюй түмен басыларын өзінің ұлдары мен інілерінің жақын туыстарынан тағайындаған екен. Түмен басының құрамында 10 мыңнан астам атты әскер болған екен. Түмен басын 1000 басын, 100 басын, 10 басын тағайындап отырды. Бұлардың әрбіріне көшпелі тұрғындарын қоса белгілі бір аумақ белгіленген екен. Ғұн мемлекетінің әскери жүйесіне тоқталар болсақ, олар 3 қанатқа, яғни сол, орталық және оң қанатқа бөлінген. Ерлер жасақта тіркелуге, әскери жаттығулармен шұғылданып, жебелі садақ, қылыш пен найза алып жүруге тиісті болған. Қытай жылнамаларына сүйенетін болсақ, ғұндар мен Қытайлар арасындағы соғыс 300 жылдан астам уақытқа созылған екен. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдың соңында Цин патшалығы шекарасын ғұндардан қорғау үшін ұзындығы 4000 шақырым болатын, биіктігі 10 метр және әр 100 метр сайын күзет мұнарасы қойылған ұлы Қытай қорғанын салуға мәжбүр болған екен. Яғни бұл қорған көшпелі тайпалардан қорғану мақсатында салынған екен. Ғұндардың шаруашылығына тоқталар болсақ, ғұндар негізінен мал шаруашылығы, егіншілік, қолөнер және аңшылықпен шұғылданған екен. Көшпелі өмір салтын ұстанған ғұндарда негізінен жылқы мен қой малы көптеп өсірілген. Енді кезекті оқушылар, тапсырмаларға беретін болсақ, алғашқы тапсырма картамен жұмыс, кескін картаға ғұн, қаңлы, үйсін мемлекеттерін орналастыруларыңды тапсырамын. Яғни сіздер ғұн, үйсін, қаңлы мемлекеттерін картадағы бос төркөзге атауларын жазу арқылы осы аталмыш темір дәуірінде мекендеген
үш тайпаның шекаралық аумақтық жерлерін дұрыстап анықтайсыздар. Тапсырмамыздың келесісіне өтетін болсақ, бұл жерде ретінді тапсырмасы: оқушылар, сіздер оқулықтағы ғұндарға қатысты деректерді пайдалана отырып, экранда көрсетілген 4 деректі хронологиялық реттілігі бойынша дұрыс кестеге орналастыруларыңыз керек. Жаңа біз онлайн жүйесінде 2 тапсырманы орындасақ, енді кезекті үй тапсырмасына береміз. Сіздер оқулықтағы 45 және 46 параграфты оқисыздар. Одан кейін дан онлайн платформасындағы тест жұмыстарын орындауды тапсырамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.